Ассалаумалейкум. Бүгін мен сіздерге ораза айы ғой енді. Мен сіздерге бір қызық айтайын деп тұрмын. Кеше анада көп не қылғам. Көп видео салдым ғой, білесің ғой. Қараңғы студия кетті, не кетті. Қолымнан келгенше блогер деген нелердің жүргізіп көрдім. Қызығында, шыжығында көрдім. Біреулерге көмегім де тиді. Біреулерге білмеймін, зияным да тиген шығар. Енді қаншама бір мыңнан астам ба бір видео салып тастадым ғой дейміз. Қарап отырсам қанша аккаунтым болды. 5 аккаунтта бар ғой деймін. Енді сіздерге бір енді қолдағандарыңызға рахмет. Бір осы блогер дегенді бір өшіріп тастасам ба деп отырмын. Қызық болмай қалды. Блогерский неден дұрыс қызық болмай жатыр. Қайта блоктап тастай береді, қайта аккаунт жоқ қылып жібере береді. Білмеймін. Блогердің артына түсіп жатыр ма, білмеймін, кореш. Талай қызықтың бетін аштым, талай шыжықтың да бетін аштым. Енді осы видеоны көріп лайк басқандар да болды. Бәріңізге рахмет. Бұл билікпен айқайласып жете салмайсың. Бұл бәрібір өзінің білгенін істейді ол. Білгенін істейді. Мен фонограммщиктердің аузына су құйдым. Құм құйдым, құм. Бірақ кейбір фонограммщиктер құмын түкіріп тастап жатыр екен. Енді фонограммщиктердің де несіне қылдық. Имекеңдерді де, имамдарды да бірталай жаққа апардым. Енді осы блогерствоның бір пайдасы да жоқ маған. Бір несі зияннан басқа пайдасы жоқ. Көшеде көріп қалсаң, қара тұрады, шырамытып бірдеңеге бүйтіп не қылып тұрады. Сөйтіп енді блогерство деген бәлені қойғым келіп жүр. Қойып телефондағы аккаунттарын бәрін өшіріп тастаймын ғой. Интернетте өшпейді ғой ол. Интернеттің аккаунты өшпейді ол. Интернетте тұра береді ол. Ол ешқашан да өшпейді. Просто телефондағылардың бәрін өшіріп тастап. Енді насыбай ататындар насыбайын қоймай деген ғой. Білмеймін, бір шыжық-пыжықтың бетін көріп атсам жіберіп қоям ба, білмеймін. Бір жерде бірдеңе қайнап атса, соны бір көріп қоям ба, бірақ мынандай қылып діңкілдей білмеймін ой деймін осы. Фонограммщиктер ренжіп атқан ұқсайды. Неге маған біздің жейтін нанымыз, мен әлі балама 2 этаж үй салуым керек еді. Неге сендер блогерствоны не қылдыңдар деп. Сондай болайын деп тұр. Мінекей. Сөйтіп енді білмей тұрмын. Осы блогер дегенде каналымды жауып тастасам ба? Қош бол, бақыт қос деп. Сөйтем ой деймін. Басқа амал жоқ. Істегім келмей кетті. Бұрды комментарияларды өлтіріп тұрып жазатын еді. Қазір комментария жоқ. Қызық жоқ. Билікте қаншама рет билік болғанменен ол бәрібір қулығын жасайды ол. Ораза айында блогерствоны қоя салайын. Аман болыңдар, сау болыңыздар. Кім қазаққа жамандық жасаса, Құдайдан тапсын. Кім жақсылық жасаса, берекесін берсін жақсылықтың.
солай. Бірақ интернет өшкенмен де қазағым, сіздер менің жүрегімдесіңдер. Сендер менің қанымсыңдар. Қазақтың несінен, қазақтан тарадық қой. Қазақтан тараған қазақпын. Өзім кіші жүз болам. Ал кіші жүздерге де ассалаумағалейкум. Бәріңіздерге қош болыңдар, сау болыңдар. Енді қызықтың да шыжықтың да бетін аштық. Мінекей бір имекеңдерден сұрап едім, қордың қыздары бар ма деп. Жоқ дейді. Өзімізден ауыспай жатыр. Сондайлардың бәрін бірталай бетін аштық. Фонограммщиктеріне алғанда менде 84 мың ба? 84 мың не қараған екен. Көп болатын еді, бірақ үзіліп қалдым өзімде. Ал халқым, аман болыңыздар, сау болыңыздар, ауырмаңдар, сырқамаңдар. Ауру сырқаудың бәрін қазақтың жауына берсін. Мінекей. Аман болыңыздар.